Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қызық екен арнасы. Бүгінгі тақырып сперматозоид, яғни аталық жыныс жасушасы туралы болады. Айтпақшы, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Бүгін сперматозоидтар аталық жыныс жасушалары. Олар 3-тен 44 мм минутына жылдамдықпен қозғалуға көмектесетін бас, мойын және құйрықтан тұрады. Ең маңызды бөлігі бас. Оның құрамында біздің гендеріміз бар. 23 хромосомадан тұрады. Өзімен бірге сіздің геніңіз ата тегіңіздің ақпаратын бірге алып жүреді. Кішкентай, бірақ жылдам. Сперматозоидтар өте кішкентай жасушалар. Оның ұзындығы небәрі 0,5 мм. Бірақ олар керемет қозғалшыққа ие. Сперматозоидтар алға жылжуға көмектесетін ерекше ұзын құйрық пішініне ие. Олардың пішіні жебеге немесе балық құйрығына ұқсайды. Олар сперматозоидтар жұмыртқаны ұрықтандыру мүмкіндігі үшін жарысады. Бұл процесс сперматозоидтар жарысы деп аталады. Сперматозоидтар жұмыртқаға бірінші болып жету үшін бір-бірімен бәсекелеседі. Аталық жыныс жасушасы әйелдердің жатыр түтікшелерінде 5 күнге дейін белсенді бола алады. Бұл жыныстық қатынас бірнеше күн бұрын болса да, жұмыртқаны ұрықтандыру мүмкіндігін арттырады. Сперматозоидтар көптеген компоненттерден тұрады. Бұл тек аталық жыныс жасушалары ғана емес, сонымен қатар фруктоза, дәрумендер, минералдар және де басқа ақуыздар сияқты көптеген заттар бар. Айта кететін жағдай, олар кездейсоқ мутацияға ұшырауы мүмкін. Бұл ұрпаққа әсер етеді, яғни ауру бала дүниеге келуі мүмкін. Ұрық жетілген жыныс бездерінде түзіледі. Олардың түзілу процесі сперматогенез деп аталады. Бұл процесс жасөспірім кезеңнен басталып, ер адамның өмір бойына дейін жалғасады. Сперматозоидтар әкесінен генетикалық ақпаратты алып жүреді. Жоғарыда атап өткендей 23 жалғыз хромосома бар. Олар ұрықтанғаннан кейін 46 хромосоманы береді. Адамдарда сперматозоидтардың өндіріс деңгейі жоғары болады. Олар шамамен 62-74 күн сайын жаңартылып отырады. Ғалымдардың кейбір зерттеулері сперматозоидтардың жарық пен түске сезімтал болуы мүмкін екенін көрсетеді. Олар ашық түстер мен жарыққа қарай жылжи алады. Сперматозоидтар жұмыртқаға жету үшін әртүрлі жолдармен, соның ішінде алға, артқа айналу сияқты қимыл қозғалыс жасай алады. Сперматозоидтардың түсі, диета немесе дәрі-дәрмек сияқты әртүрлі факторларға байланысты өзгеруі мүмкін. Мысалы, сіз қызылша немесе қанық түсті тағам жесеңіз, сперматозоидтар уақытша қызғылт немесе басқа реңк бере алады. Қаларлық тағы бір дерек. Дұрыс сақталған ұрық бірнеше жылға дейін сапасын жоғалтпайды. 20 жыл бұрын жиналған сперматозоидтарды қолдану, мысалы 2 жыл бұрын жиналған сперматозоидтарды қолданудан гөрі нашар екендігі туралы ешқандай дәлел жоқ деп түсіндіреді зерттеушілер. Егер жүктілікті жоспарлау қазір ойыңызда болмаса, сіз өз сперматозоидыңызды қатырып сақтай аласыз. Ұрығы жақсы. Ғалымдар әртүрлі ұлттардан талдаулар алып, шотландықтардың сперматозоидтарында 15%-қа дейін көп белсенді сперматозоидтар бар екен деген қорытындыға келді. Екінші орында түріктер мен финдер, үшінші орында даниялықтар, одан әрі француздар бар. Шығарылым осымен тәмам. Сізге егерде ұнап жатса, лайк басыңыз, ұнамаса, дизлайк басыңыз. Өз ойыңызды комментарийда бөлісуді ұмытпаңыз. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Сіздермен бірге болған қызық екен арнасы.